Let's start our lesson, Language Focus 1. Today we are going to speak about past simple yes-no questions. Uh, let's start. Exercise number 1. Complete the example from the text on page 84. Did she do other sports? Yes, she did. Or no, she didn't. Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін біз past simple'ды өтеміз. Ол дегеніміз өткен шақ. Қарапайым өткен шақ. Бұл бетте бізде сұраулы сөйлемдер болады және оның жауаптары. Өткен шақта do етістігі, көмекші етістігі did етістігіне ауысады. Жауап берген кезде yes, she did, немесе no, she didn't болады. Сұрақ қалай қойылса, didпен қойылса, didпен жауап бересіңдер. Бұнда екінші жаттығуға келетін болсақ, екінші жаттығу бізде диалог тұр. Диалог did you go, did болған кезде етістік бізде бірінші формасында қалады. Go. Go-ды gone деп өткен шаққа ауыстырмаймыз, иә? Went деп немесе gone деп үшінші форма, екінші форма емес, сол бірінші формасында қалады. Did you go to the football match last night? Өткен түні сен футбольный матчқа бардың ба дейді. Yes, I did болады. Иә, бардым. Did you sit with your friends? Сен достарыңмен бірге отырдың ба дейді. No, I didn't. I sat with my parents. Жоқ, мен өз ата-анаммен бірге отырдым. Did you have a good time? Жақсы уақыт өткіздің ба? Yes, we did. Иә, біз жақсы уақыт өткіздік. Did your team win? Сенің командаң жеңді ме? No, they didn't. They lost. Жоқ, олар жеңбеді. Олар жеңіліп қалды. Did you eat after the game? Ойыннан кейін тамақ жедің ба дейді. Yes, we did. We went to a Chinese restaurant. Иә, біз жедік. Біз Қытай ресторанына барып тамақтандық. Did your parents like the food? Сенің ата-анаңа ол тамақ ұнады ма? Yes, they did. Иә, ұнады. Үшінші тапсырмаға келетін болсақ. Үшінші тапсырмада мына жерде сөздер тұр. Осы сөздерден сұраулы сөйлем жасау керек. Әрине, didті алдыға шығарамыз. Сұраулы сөйлем жасағанда did алдыда тұрады. Екінші есімдік subject тұрады. Одан кейін негізгі етістік үшінші орында тұрады. Did you study last night? Өткен түні сен сабақ оқыдың ба дейді. Did you speak English 5 years ago? 5 жыл бұрын сен ағылшынша сөйледің бе дейді. Did your friends play football last week? Өткен аптада сенің достарың футбол ойнады ма? Did it rain yesterday? Кеше жаңбыр жауды ма? Did your sister have a shower 3 hours ago? 3 сағат бұрын сенің апайың душ қабылдады ма дейді. Сонда бұл сөйлемдерге қарап тұрсақ, барлығы өткен шақта. Did алдыда тұрады. Екінші орында subject тұрады, адам есімдік тұрады. Үшінші орында негізгі етістік тұрады. Енді төртінші тапсырмада тура осы сұрақтарға жауап бер дейді. Мен жауап беріп қойдым. Yes, I did, no, I didn't. Өздерің бойынша жауап бересіңдер. Жауап бергенде осылай қысқаша ғана жауап беріледі. Ал бесінші тапсырмаға келетін болсақ, бесінші тапсырма сұрақтарға дұрыстап жауап бересіңдер. Бұл сұрақтар қате болып қалуы мүмкін. The Second World War started in 1929. Екінші дүниежүзілік соғыс 1929 жылы басталды дейді. Ал біз жоқ, no, it didn't. It started in 1939. Жоқ, ол 1939 жылы басталды. John Lennon sang with the Beatles. Джон Леннон Битлспен бірге өлең айтты. Yes, he did, yeah, ол айтты. Christopher Columbus discovered Japan. Christopher Columbus Жапонияны ашты дейді. Жоқ, ол Американы ашты. No, he didn't. He discovered America. Dinosaurs lived on Earth 100 years ago. Динозаврлар жүздеген жылдар бұрын жерде тіршілік етті дейді. Жоқ. No, they didn't. They lived millions years ago. Олар миллиондаған жыл бұрын тіршілік еткен.
Germany won the World Cup in 2014. 2014 жылы Германия футболдан әлем чемпионын ұтып алды дейді. Иә, ұтып алды. Yes, Germany did. Иә, ол немесе it did деп айтса да болады. Иә. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңдер. Қош сау болыңдар.